Түркістан облысында іш киіміне есірткі жасырған шетелдік ұсталды. Анықталғандай, ол Өзбекстаннан Қазақстанға келе жатқан азамат болып шықты. Есірткіні табуға Капелла атты қызметтік ит көмектескен. Тәжірибелі полицейлерден құралған жедел топ ер адамның Ресей азамат екенін анықтады. Күдіктіні тінту кезінде іш киімінің алынған күдікті затты сараптамаға жолдаған. Сараптама қорытындысы бойынша тәркіленген заттың гашиш екені расталды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 286 бабы 1 бөлігімен сотайын тергеп тексеру ісі басталған. Қазіргі таңда аталған азамат Сарыағаш аудандық полиция бөлімінің уақытша ұстау изоляторында. Жетісайда ер адам мешіттердің бірінен садақа жәшігінен ақша ұрлаған. Оқиға орнына бірден учаскелік инспекторлар келіп, ұрыны іздеуге кірісті. Күдікті ұсталып, қамауға алынды. Тәртіп сақшылары мешіт пен көшеде орнатылған бейне бақылау камераларын тексерді. Нәтижесінде күдіктінің алыстан келмеген анықталды. Ол жұмыссыз жергілікті ер азамат болып шықты. Қылмыс түрлері де, оны жасаушылардың саны да күннен күнге көбейіп келеді. Әсіресе меншікке қатысты ұрлық қарлық белең алып тұр. Сондықтан да мұндай қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алуға бей-жай қарамаған дұрыс. Әрдайым сақ болыңыздар. Бүгінге айтарым осы. Хабар 24 арнасында амандықта жүздескенше.